саламатсыздар ма балалар? Бізде бүгін қазақ тілі мен әдебиеті сабағы, барлығымыз түгелміз ба сыныпта? Онда сабағымызды бастайық. Қазір ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру мақсатында құнды қасиеттерді жинау жаттығуына жиналайық. Кәне барлығымыз топқа келеміз. Ынтымақтастық атмосферасын құру үшін біз қазір құнды қасиеттерімізді бойымыздағы бір-бірімізге айтуымыз керек. Осы жүрекшені беру арқылы құнды қасиеттерді жинақтаймыз. Томирис, сен көркемсің. Сен мейірімдісің. Рахмет. Ынтымақтастық атмосферасын орнатып алдық. Олай болса қазір біз топқа бөлінейік. Тақтада ненің суреті тұр? Жебе. Бұны біз қай кезде пайдаланамыз? Аңға шыққанда. Әрқайсымыз бір-бір жебеден алайық. Сол бойынша топқа бөлініп отыра қаламыз. Барлығымыз бір-бір жебеден аламыз. Балалар, үй тапсырмасына қандай тапсырма берілді? 10-шы тапсырма берілген болатын үйге. Өздеріңіз қараңыздар тақтаға. Фариза Оңғарсынованың кітап туралы айтқан ұлағатты сөзін оқып, сол сөзге пікір білдіру. Кәне, кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ деген. Фариза Оңғарсынованың сөзі. Кәне, кім үй тапсырмасына дайындалып келді? Фариза Оңғарсынованың ұлағатты сөзіне кім пікірін айтады? Бағнұр, кәне, айта ғой. Кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ. Бұл Фариза Оңғарсынованың сөзін өте орынды деп ойлаймын. Кітап оқымаған адамның жеке ойы болмайды. Сауатсыз және білімсіз болады. Өзінің бұрыннан келген мақсаты болмайды. Рахмет, Бағнұр. Кәне, екінші топтан кім айтады? Томирис, айта ғой. Кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ. Кітап оқымаған адам сауатсыз адам. Кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ, яғни сауатсыз болады, ойын толық жеткізе алмайды. Жақсы. Жарайсың көркем, отыра ғой. Келесі Бағнұр айтып жібер, үй тапсырмасын. Кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ, яғни сөздік қоры болмай сауатсыз болады. Балалар, жақсы, өте тамаша. Барлықтарын сендер өздерің үй тапсырмасы бойынша өз пікірлеріңді білдірдіңдер. Өз пікірін білдірген балаларды бағалап шығамын. Бүгінгі біздің бағалауда менің қолымдағы не? Асық. Ал асық туралы білеміз ба? Қандай? Біздің қазақтың ұлттық ойыны. Қандай түліктен аламыз? Біздің қазақтың 4 түлік мал қайсыдан аламыз? Қай 4 түліктен аламыз? Қойдың. Тамаша. Жарайсың. Бағнұр, жарайсың. Үй тапсырмасын барлықтарыңыз жақсы орындағансыздар. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, Фариза Оңғарсынованың сөзі кітап оқымаған адам тамырсыз қаңбақ дейді. Қаңбақтың күші бола ма? Салмағы бола ма? Болмайды. Сол сияқты сіздер көркем әдебиет кітабы оқымасаңдар, әртүрлі ертегіні, батырлық жырларды, әңгіме шығармаларды оқымасаңдар, сендер де сол қаңбақ сияқты салмақсыз боласыңдар. Сондықтан көркем әдебиетті шығармаларды істеп отырамыз. Үнемі оқып, өз білімімізді толықтырып отырамыз. Балалар, барлығымыз тақтаға қараймыз. Бізде тақтада сөздер берілген, қарап отырсаңдар, сөз тіркестері, сөздер берілген. Жастар, Қазақстанның болашағы, сауатты, рухани жетілу, ақын, кітап сенемін деген сөздер берілген. Осы сөздердің бүгінгі біздің сабағымызға қандай қатысы бар? Кім айталады? Немесе байланыстырады? Талшын, айта ғой. Кітап және де рухани жетілу сөзін байланыстыра тұра, кітап арқылы рухани жетілуімізді айтып келемін. Тағым айтады. Зарина, сен айтып жібере ғой. Мен жастар ақын сенемін деген 3 сөзді қосқан кезде Мағжан Жұмабаевтың өлеңі есіме түсті. Мен жастарға сенемін. Балалар, жаңа өздеріңіз айтып өткендей, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай екен? Мағжан Жұмабаев немесе Мағжан ұлы ақын. Жаңа өздерің айтып өттіңдер, біз былтырғы 6 сыныпта Мағжан Жұмабаевтың «Мен жастарға сенемін» деген өлеңімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы, мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін, тірек сөздерді анықтау және жоспар құру. Диалогқа қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай сөйлеуші, тыңдаушы позицияларын еркін ауыстыру. Топтау сан есімдерін жазба ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Бүгін осы мақсат бойынша сабақтың өн бойында жұмыс жасаймыз. Балалар, барлықтарымыз экранға назар аударайық.
қазір бейне баянды көріп тамашалаймыз. Балалар, біз жаңа бейнебаянды көріп тамашаладық. Енді сол бейнебаянды көру арқылы біз мәтіндегі естеріңде сақталған тірек сөздерді айтып шығайық. Кәне, қандай тірек сөздер естеріңде қалды бейнебаян бойынша? Кәне, Бағнұр, қандай тірек сөз есінде қалды, айта ғой. Еуропа әдебиеті. Шолпан атты өлеңдер жинағы. Қазақ газеті. Өте тамаша. Мұғалімдер семинариясы. Саудагер отбасы. Кәне, келесі топтың оқушылары қандай тірек сөздер естерінде қалды? Тамирис, бастай ғой. Әлия медресесі. Мәскеудегі абақты. Шығыс әдебиеті. Өте Иса дастаны. Атасы Жұмабай. Балалар, жаңағы тапсырма бойынша тірек сөздерді мәтінде тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді есте сақтау, өте керемет. Барлықтарыңыз естеріңізге сақтағансыздар. Сабыр. Балалар, өте тамаша. Берілген мәтін, тыңдаған мәтіндеріңіз бойынша сіздер тірек сөздерді айтып шықтыңыздар. Балалар, әрі қарай тапсырмамызды орындайық. Бізде қазір топтық жұмыс, біз екі топқа бөлініп отырмыз. Топтық жұмыста оқулықтарыңызда мәтін берілген Мағжан Жұмабаев туралы. Сол мәтінді оқып танысамыз, содан кейін жоспар құрамыз. Топпен бірлесіп отырып орындаймыз жұмысты. Және дескрипторға мән береміз. Мәтінді түсініп оқиды, мәтінге жоспар құрады. Мәтінді оқып болғаннан кейін балалар топпен бірлесіп отырып, құрған жоспарларымызды тақтаның бетіне түсіріп жазамыз. Балалар, топта жұмысты орындап болсақ, кәне қай топ шығады? Кім түсіндіріп береді? Кіріспе Мағжан Жұмабаевтың балалық шағы, негізгі бөлім. Мағжан Жұмабаевтың қызығушылығы, қорытынды. Мағжан Жұмабаев жетекші ақын. Өте тамаша. Кіріспе Мағжан зерек бала. Негізгі бөлім Мағжан ұлы ақын. Мағжан алтын медаль иегері. Қорытынды Мағжан эпик ақын. Балалар, топта жұмыс жасадық. Жаңа өздеріңізге айттым, дескрипторға қараңыздар деп. Дескрипторда мәтінді түсініп оқиды, мәтінге жоспар құрады. Әр қайсысы 2 балдан. Сонда топтарыңызда неше бал болды? 4 бал болады. Мәтінді түсініп оқиды 2 бал, мәтінге жоспар құрады 2 бал. Барлық жұмысты дәл осылай орындап шықтық. Балалар, келесі тапсырмамыз біздің жеке жұмыс. Сіздердің оқулықтарыңызда бар 3-ші тапсырма, дәптерімізге орындаймыз. Тапсырманың берілгені қандай? Сөздерге топтау сан есімнің қосымшаларын жалғап жаз. Оларды қатыстырып сөйлем құрастыр дейді. Кәне, кім айтады? Топтау сан есім есімізге түсірейік. Сан есім заттың санын мөлшерін бетін бекітетін тестапы. Мағынасына қарай алтыға бөлінеді. Есептік, реттік, мөлшерлік, болжаулық, жинақтық, топтық. Топтау сан есімнің сұраға нешеден, мысалы 2-2-ден, 6-6-дан. 2-2-ден, 6-6-дан. Оннан біз 10-10-нан асықты бөліп алдық. Топтау сан есімі 2-2-ден. Біз партада 2-2-ден отырамыз. Өте жақсы. Топтау сан есім 40-40-тан. 40-40-тан әкелген жәшіктер өте ауыр болды. 3-3-тен отыруға болмайды. Топтау сан есімі қайсы? 3-3-тен. 3-3-тен. Тапсырманы өте жақсы орындағандарыңыз үшін бағана біз сабақтың басында айтқан болатынбыз, асықпен бағалау. Қалған балалар, дәптерімізге орындадық қой тапсырманы, Барлығымыз тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмаға көшейік.
Балалар, біз бағанадан бері қаншама тапсырмаларды орындап жатырмыз. Енді шамалы сергіп алайық, иә? Ол үшін бүгінгі сергіту сәтіміз біздің қаламсап деп аталады. Егер де кім қаламсапты түсіріп алады, бүгінгі біздің тақырыбымыз Мағжан Жұмабаев ұлы ақын, иә? Сол Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының атын атайды. Қаламсапты түсіріп алған оқушы. Немесе шығармаларын жатқа білетін болсаңдар, жатқа айтуға да болады. Ал бастаймыз, кәне. Саусақтарымыздың ұшына. Мағжан Жұмабаевтың қандай шығармасын білесің? Қазақ тілі өлеңі. Қазақ тілі өлеңінің үзіндісін айтып берейін. Кішкемада айбынды ту қылады, кеше батыр бүгінгі қақ бұғады, ерікке ұмтылған ұшқыр жаны кісенде, қан суынған жүрек солуын соғады. Өте жақсы. Мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай ғайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға, мен жастарға сенемін. Кім айтты? Балалар, келесі тапсырма жұптық жұмыс, иә? Тапсырманы екеуден орындаймыз. Көршіңе төмендегі сұрақтарды қойып, диалог құрастырыңдар. Кәне, екі оқушыдан жұптасамыз, дискреттерге қараймыз, сұрақ қоя алады, диалог құрастырады. Қазір Талшын менен Бағнұр, Көркем мен Зарина, Арсен менен Ақжігіт, Бағнұр менен Томирис. Айбар, сен Сабырдың қасына келесің. Сабырмен жұптасып, тапсырма орындаймыз. Мағжан Жұмабаев кім? Лирик, эпик, сыршыл және де ұлы ақын. Ол қай жылы дүниеге келген? Ол Мағжан Жұмабаев 1893 жылы Бұлаев ауданында Сасықкөл деген жерде дүниеге келген. Ақын қай жерде білім алған? Ақын Ғалия медресесінде білім алған. Бала кезінен өте зерек болып, 5 жасына хат таниды. Дұрыс емес. Бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Қазір біз кері байланыс алайық. Жасанды интеллект арқылы рефлексия. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс дейді. Бүгінгі сабақтан не үйренді? Сабақ саған ұнады ма? Маған өте қатты ұнады. Мен топтау сан есімді білдім. Маған бүгін сергіту сәті ұнады. Мен Мағжан Жұмабаев жайлы көптеген ақпараттар білдім. Маған бүгінгі сабақта Ақсық пен Бабаған ұнады. Мен Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін есіме түсірдім. Топқа садақпен бөлінген ұнады. Балалар, кәне, бағана біз сабағымыздың басында мақсат қойған болатынбыз, иә? Қайтадан кері қарай, айналып келейік, мақсатымызға келейік. Біз бүгінгі сабақта не істедік? Мәтінді тыңдадық па? Тыңдадық. Жоспарды құрдық па? Мәтін бойынша оқып, жоспарды құрып, әрі қарай. Диалогқа қатыстық па? Қатыстық, сұрақ қоя алдық. Өте керемет, бүгін біз сабағымыздың мақсатына жеттік. Балалар, біз бағана сабағымыздың барысында айтқан болатынбыз, бүгінгі сендердің білімдеріңді асық арқылы бағалаймыз деп. Кәне, қорытындылай, кімде қанша асық болды? Әрбір асық 2 балл болатын тұғын, иә? Неше асық сенде? Талшын? 4 асық 8 балл. Иә. Томирис? Айбар? Ақжігіт? 5 асық 10 балл. Арсен? 4 асық 8 балл. 4 асық 8 балл. Сабыр? 3 асық 6 балл. Зарина? 5 асық 10 балл. Бүгінгі сіздердің алған бағаларыңыз. Балалар, күнделіктеріңді ашып, жазып аламыз. Үйге тапсырма, 10-шы тапсырма. Мәтінді пайдаланып, сөйлем құрап жаз. Күнделіктеріңізге жазып алыңыздар үй тапсырмасы. Балалар, осымен бүгін біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.